Қазақстан мұсылмандары діни басқармасында бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы Хазіреттің бастамасымен Ислам және адал қоғам жылы аясында Құрбан айт мейірім мерекесі атты рухани мерекелік кеш өтті. Рухани шараның басты мақсаты ұлық мерекенің тағылымын насихаттап, ұлттық дәстүр мен асыл дініміздің үндестігін дәріптеу болды. Кеш барысында бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы жамағатты Құрбан айт мерекесімен құттықтап, қасиетті күннің маңызы мен адам өміріндегі рухани мәніне тоқталды. Сонымен қатар, қоғамдағы бірлік, ізгілік пен бауырмалдылық құндылықтарының маңызын атап өтті. Бүгінгі Құрбан айт құтты болсын. Алла Тағала барлығымыздың ниет тілегімізді қабыл етсін. Құрбан айт, білесіздер, бұл ұлы мереке. Мұсылман үшін Аллаға иман еткен, Алланың пендесіне берген ең үлкен мейрамы бұл осы Құрбан айт мерекесі. Мұсылман үшін бұл ең үлкен мереке, ең ұлы мереке. Бұл Алланың сіз бен бізге сыйлаған мерекесі. Бұл күнге ерекше көңіл бөліп, ерекше дайындықпен әзірлену мұсылмандық міндетіміз болып табылады. Шара аясында қайырымдылық бағытындағы игі бастамаларды жүзеге асты. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанындағы зекет және қайырымдылық қорының ел үлесі пәтерге жобасы аясында ел ішінде асыл дініміздің құндылықтарын насихаттап жүрген имамға 913 баспананың кілті табысталды. Сондай-ақ өмірге үміт сыйла бағдарламасы негізінде шетелде ем қабылдайтын азаматқа арнайы сертификат табысталды. Мерекелік кеште музыкалық жас көрермен театры ұжымы ағайын тату болса атты тәрбиелік мәні зор қойылым ұсынып, көрерменге ой салатын әсерлі көріністер көрсетті. Сонымен қатар рухани жыр термелері орындалып, ұлттық құндылықтар кеңінен насихатталды. Шара әрі қарай Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ғимаратында жалғасын тапты. Қонақтарға Астана қаласы мешіттерінің шәкірттері дайындаған ұлттық тағамдар ұсынылып, қолдан жасалған бұйымдардың көрмесі мен жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Бүгінгі күніміз айт мерекесі құтты болсын. Барлығымызға бақ береке әкелсін, Алланың нұры жаусын барлықтарыңызға. Бүгінгі жәрмеңкеміз айт мерекесіне ұйымдастырылған мешіттердің атын, Ырыскелді мешіті атынан біз. Мына пісірген заттарымыз бәрі үйден өзіміз қолдан пісіріп әкеп, осы мерекеде бір үлесімізді қосайық деп келіп отырған жайымыз бар. Бүкіл қазақтың, мұсылмандардың ең қанша уақыттан бері күткен, жылына бір рет келетін Құрбан айтымыз құтты болсын. Халқымыз аман, еліміз, жеріміз аман, тыныштық заман болсын. Алла Тағалам өсіп атқан жастарымыздың жүрегіне иман беріп, ауырып атқан кісілердің дертіне шипа беріп, осы айттан аман, жылдан есен, жақсылық пен қуанышпен жетуді Алла нәсіп етсін. Бата-бата баудай бол, басып өскен талдай бол, көк шапанды көлдей бол, көшіп жүрген елдей бол. Астыр, тастыр, жаман жолдан адастыр, абырой берге, бақ берге, қазынаңнан жеткерге, альхамдулилля берекесін берсін. Аллаху акбар. Сонымен қатар балаларға арналған арнайы мерекелік бағдарлама әзірленіп, түрлі қызықты шаралар өткізіліп, сыйлықтар берілді. Мерекелік іс-шаралар Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының зекет және қайырымдылық қоры ұйымдастырған Раббың үшін құрбан шал акциясымен жалғасты. Аталған жоба аясында мұқтаж отбасыларға арнайы құрбандық еті таратылып, қайырымдылық пен жанашырлықтың жарқын үлгісі көрсетілді. Осы құрбан Раббың үшін құрбан шал акциясының операторы болып зекет қоры жұмыс істеп жатыр. Бүгін осы таң атпастан біз мұқтаж отбасыларға ет таратып бастадық. Олар тек қана жеке адамдар ғана емес, осы мүгедектігі бар балаларды асырап отырған және де мүгедектігі бар соғыс ардагерлері, ауған соғысының ардагерлері, сосын Чернобыльде болған саңыраулар қоғамы, соқырлар қоғамы деген сияқты қоғамдық қорлармен де біз тығыз жұмыс істеп жатырмыз. Құрбан айт мерекесі аясындағы игі шаралар халқымыздың бірлігі мен бауырмалдылығын нығайтып, ұлттық және рухани құндылықтардың сабақтастығын айшықтай түсті. Динара Нұрланқызы, Рамазан Идресұлы, Ербол Малбаев, арнайы Мұнара телеарнасы үшін.